Өте әдемі, таза орманда зұлым қасқыр болыпты. Ол бір күні мөп-мөлдір бұлаққа барып, кенеттен шақылдап ойнай бастайды. Хо-хо-хо-хо-хо, анайраға деді, онымен не істесекте өзіміз білеміз. Деп шалқып жүре береді. Бір кезде қасқыр жақсы жерде жүргенде ешкімнен лақты көреді. Олар жедек теріп жүр екен. Сөйтіп теріп жүріп ешкі алысқа кетіп қалады. Алла орнында тұра береді. Бұлақты ұстап алсам, ома табиғаты құтылай көмектеседі екен. Қана Деп лаққа барады. сәлем лақ, жүрмей саған сақ, қызық нәрсе үйретемін. Жақсы, дейді. Қара, мен саған табиғатта зиян тигізуді үйретемін. Егер сен менің көрсеткенімді орындасаң, мен саған көп шөп әкеп беремін. Жақсы, дейді. Сөйтіп қасқыр лаққа барып көрсетіп береді. Сол кезде оларды орманшы көріп қалады. Әй, сен не істеп жатсыңдар? Оғарыңдар, бұлай болмайды. Өй, сен бізге есте аласың. Одан жоқ қосылсаңшы, біз табиғатты құтылуға құқылымыз. Оған болса, оның бізге титтей де пайдасы жоқ. Орманшы енді ғана қасқырдың орнына отырған лақты көріп, қасқырдың не ойлағанын түсінеді. Бері келе ғой, қасқыр жаман, ол сені пайдаланып жатыр. Құтқарыңдар мені, құтқарыңдар. Сосын ешкі қайтып келіп, оны көреді де қасқырға. Әй, зұлымкес қасқыр-ай, сен бас кезінен өзгермедің бе? Ендеше сені жазалау керек. Дұрыс айтасың ешкі. Деп шұқыл баштады. Солайша қасқыр қамауға түседі. Табиғатқа зиян келтірмейді екен. Орманшы мен ешкі лаққа табиғатқа зиян тигізуге болмайтынын айтады. Содан кейін қасқыр күнәсіне түсініп, лақ табиғатта аялайтынын қойыпты. Мен бақытын түсіндім ешкі. Мені кешірерші. Мен енді бұл қателікті жасамаймын. Және табиғатта аялап